Бүгін біздер Fish House'да өзіміздің милли күртігімізді пісіреміз. Жуер күртіп пісірмегенімізге де көп вақыт болды. Кешірбай, картоппай, пияз жанарымыздың бәрін тез-тезден қыршып тастаймыз. Бұл сапар картоппайымыз Россиядан емес, ал Финляндиядан келген фиолетовый картошка екен. Енді барлығын апарып бір жуып аламыз. Енді үлкен ошақ қазанымызға суымызды құйып, үстіне түйетоқ пенен шайтан тоғымыздың көшін саламыз. Ізінен картоп пиязларымызды жіберіп 5 сағаттай қайнатамыз. Оған чекен балықтың уылдырығынан істелінген котлет пенен жүрек жалғап аламыз. Fish House'та азаннан бастап кешке шекен осындай қазан болып күртіклер қайнап тұрады. Шаңырағыңызбенен бірге Fish House'тың күртіклерінен дәмін көрің. Енді тауықларымызды сүзіп алып, сорпамызды қамыр салуға таярлаймыз. Fish House'та жуер күртіктен басқа тағы да өзіміздің милли күртігіміз, балық қармамыз, балық қуырдақларымыз да бар. Тағы да Fish House'та бидай күртікпенен жуер күртікті бір бадияға салдырбасаңыз да болады. Ал күнімен пісірген жуер күртігімізді сүзекіменен сұп-сұлу бадиямызға сүзіп аламыз. Енді жуер күртігімізге дұзлығымызды араластырып, картоп пиязбен 5 сағат қайнаған тауығымызды салып дастарханға ұзата береміз. Сіздер де Fish House'тың хақиқи күртіклерін жеп көрің. Және Fish House'та юбилей, отырыспақ, туылған күндеріңізді берсеңіз болады. Іші кепкен. Ал манзіліне келетін болсақ, Шадлауда жайласқан Fish House деген ресторан. Әмеңізді күртікте күтіп қаламыз. Әмеге сәлем, біздер кешкі ауқатқа оливье істейміз. Картоппай, гейжиржан, майегілер әмесі пісіп таярды. Енді 4-5 қылып тураймыз. Бірінші картоп кетеді. Езілмеш. Пышаққа байланысты екен. Пышақ өткір болса, есі езілмейді екен. Қараңыз, сілерге гейжирді қайтып турау керек екен көрсетемен. Деп, кеттік шеф-повар боламыз. Міне, азғантай картоппайдан жүрек жала аламыз. Ал енді тауықтың балаларына да тиісеміз. Бұнан 4-5 қылып тураймыз. Абайлап, мынандай лайфхак бар ғой, мынандай қылып домалата теңсең да, сөйтіп сары өзі пұңқай пішіп қалады екен. Мында лайфхак істейді екен. Әне, сары өзі. Ал енді болса, малымызды әкелеміз. Тамтадан. Міне біздердің копченый балығымызда. Мижау, колбаса жесең ба? Мижау. Бірінші болып малымызбен жүрек жалғаймыз. Екіншісі мижау. Малымызда таяр болды, жүрек жалғаймыз. Енді бұл малларымызды аяқта қарақбайлардың қасына қосамыз. Ал енді болса, ең қызығы майонез істейміз. Ол үшін біздерге керек болады бәңкі, тауықтың баласы, һәм горчица. Горчицаны базардан тауып аласыз. Базарда қалеген саудагерге горчица деп айтың, өздері жан-жан деп береді. Тауықтың баласындаған шағамыз. Енді майымызды құямыз. Майдан, шимешік майдан қолдана берің, ақ майдан емес. Енді горчицамыздан саламыз. Енді тек бір шымшым тұз саламыз. Енді ең қызығы бұдырлақпен бұдырлатамыз, атын ұмытып қала бермен. Мынандай жет қой. Таяр. Құп қой болды. Майекті 2 майек салады екенсің. Тағы да сухарек қосамыз. Міне мынандай болып шықты. Енді жүрек жалап көреміз. Жоқты. Енді 3-4 ащы лимон салып, көк шайымызды демлей жібереміз. Сіздер көк шай заварканы неше қасық заварк саласыз? Біздер 3 қасықтай саламыз, болмаса шықпайды заварк деген. Салатымыздан ыдысларымызға саламыз, сөйтіп сары үстіне сөгеміз. Енді сұп-сұлу сары розамыздан бір ескелеп шай ішуге жүрек жалауға кете береміз. Бір затты көріп қалдым да, сілерден мәслихат сұрай жақпан. Қолдаса әр жылы біздердің темір қорамызға кептерлер ұя салады. Сөйтіп майек туады, енді бала несі шөже шыққан уақытта пішық жеп қоя береді. Ұя салғаннан кейін де пішық жеп кете береді. Енді соны қандай қылып шешсек болады? Мұнда кептерлер әр жылы сөйтіп ұя салады бейшаралар. Аз майек туып атқан шығар. Осы жерге келіп, қапсардайым ашық тұрады, пішық жеп кете береді келіп. Осыларды қалай қорғасам болады? Не қылсам болады? Жүргеттік болдық. Оларды келіп, қол жетімді жерге ұясаған екен да. Ішінде майек жоқ. Майек тумап дейлі. Комментарияда жазып кеттің, не қылсам болады осыларды? Қалай қорғасам болады?
Әр жылы бейшаралар шөже шығарады да, онымен шөжесін, маегін пішік жеп кете береді. Комментарияда жазып кетің, қандай ұсыл бар.